Қыздар, баршаңызға сәлем. Біз қазір осындай двухцветный круассан мен двухцветный даниш және обычный круассан мен обычный даништы жасап көретін боламыз. Қыздар, қазір менің алдымдағы тұрған заттармен біз даниш пен круассаны жасаймыз. Біз бұл жерде бірінші двухцветный круассан мен двухцветный даништың қамырын жасап аламыз. Одан кейін тура осыны қайталаймыз. Ол қамырменен обычный круассаны мен обычный даниш жасаймыз. Бірақ мен видеода тек қана двухцветныйдың қамырының қалай жасалғанын көрсететін боламын, өйткені екеуінің жасалу жолы бірдей. Қыздар, енді бізге ұн қажет, кәдімгі күнделікті қолданып жүрген ұн, және сильная мука деген қазақша қалай аталатынын білмеймін. Осындай ұн сатылады, кондитерский магазиндерде сұрасаңыздар береді. Және тұз, қант қажет болады, және трималин. Бұл бізде инвертный сахар, яғни булочканың ұзағырақ сақталуына көмектеседі. Және сүт, піскен болса да болады, піспеген болса да болады. Сосын сармай, 82,5% сармай. Сосын дрож, кәдімгі құрғақ дрожжы болса да болады, немесе свежий дрожжи деген сатылады, ол да болады. Және бізге салқын су қажет болады. Енді қыздар, алдымен екі ұнды бір-біріне араластырып аламыз. Сильная мука және кәдімгі өзіміздің күнделікті қолданып жүрген ұнымыз. Екеуін де мен бірінші ситадан өткізіп алғанмын. Екеуін бір-біріне араластырып, кішкене қозғап жіберемін. Қыздар, бізге осындай крюк насадка қажет болады, егерде кухонный комбайнмен жұмыс жасайтын болсақ. Алдымен араласқан екі ұнды салып жібердім, және оның үстіне қантты және тұзды саламыз. Және трималинді қосып бірге араластыра береміз. Егерде сіздерде кухонный комбайн болмаса, онда осының барлығын қолмен араластырып тұрсаңыз болады. Келесі кезекте менде қазір салқын су, салқын сүт және дрожж. Салқын суға мен дрожжды салып жіберемін. Оның үстіне сүт құйып, үшеуін бірге жақсылап араластырып аламыз. Жылы сүтті қолданып, бұның барлығын араластырып жылы жерге қойып, бетінде көпіршіктердің пайда болғанын күтудің бізге еш қажет жоқ. Тура осылай салқын күйінде еш күтпей, қазір біз жаңағы ұндардың үстіне салып, миксерімізді қосып айналдыра бастаймыз. Және осылай біртіндеп кухонный комбайнның жылдамдығын арттыра береміз. Және менде мұнда соңынан бөлме температурасында тұрған сарымай, біздің қамырымыз осындай күйге енген кезінде, яғни барлық зат араласқан кезінде бір-біріне үстінен сарымайды қосып жібереміз. Сарымайды салып болған соң, мен кухонный комбайнның ең жоғарғы жылдамдығына қойып араластырамын. Қамыр осылай біртіндеп жинала бастайды. Қыздар, қамыр осындай күйге енгеннен кейін біз бұның дайын болған-болмағанын тексеріп көреміз. Оны қалай тексереміз? Қамырдың бір шетін осылай тартып көремін. Бізде клейковина пайда болу қажет. Бізде мұнда әлі пайда болмаған. Сол үшін қайтадан комбайнға салып, тағы кішкене араластырамыз. Шамаменен 10-15 минут осылай айналу қажет тағы да. Қыздар, егерде сіздерде кухонный комбайн жоқ болса, онда сіздерге үнемі осылай қамырды клейковинасы пайда болғанға дейін ұрып отыруға тура келеді. Қамырды тағы да тексереміз. Қазір мұқият қараймыз, клейковина деген не екені. Осылай тартқан кезінде қамыр бізде прозрачный болу керек, яғни қазір камерада жақсылап көрсетіледі. Осы нәрселер көрінуі қажет, осылай прозрачный болып, сонда бізде қамыр дайын болды деген сөз. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкамен орап, кемінде 2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. 2 сағаттан кейін алып қолдансақ болады. Енді қыздар, жаңағы тестамыздың тура жартысын
тағы да қамыр етіп жасап аламыз. Қыздар, мынау менің жаңағы жасап алған жарты порциям. Енді осыған 15 грамм какао менен 20 грамм сары майды араластырамыз. Сонда біздің қамырдың түсі шоколадный болып шығады. Яғни двухцветный круассаны мен двухцветный даниш жасаймыз. Двухцветный дегеніміз, яғни круассан мен даништың арасынан шоколадный сызықтар тұрады. Соны біз двухцветный деп айтамыз. Егер де түсінбей жатқан болсаңыздар, қазір осыны біз комбайнмен араластырып жібереміз. Сонда қамырымыз шоколадный түске енеді. Кухонный комбайнмен жаңа қамыр мен какаоны араластырған кезінде какао қамырға жақсы сіңбеген, сол үшін әрмен қарай жақсылап қолмен илейміз, барлығы бір-біріне сіңіп кеткенге дейін. Бұл қамырды да тура солай 2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Қыздар, енді қазір круассан мен даништың қамырының арасына біз сары майды қоюымыз қажет болады. Ол үшін біз пласт жасаймыз. Пласт деп аталады қазір біздің жасайын деп жатқан затымыз. Яғни прослойка болады. Біздің қамырымыз слоеный, яғни қатпаршақты болып шығу үшін біз сары май қосуымыз қажет. Біз ол үшін енді пластты қалай жасаймыз? Осындай пергамент қажет болады және линейка, қара қалам қажет болады. Пергамент қағазының үстіне осылай квадрат сызып аламын. Барлық жағы 19 сантиметр. Біз пергаментті теріс қаратамыз. Жаңағы сызған жазуымыз астында қалып кету қажет. Және тура сызықтың бойымен осылай пергаменттің шет-шеттерін қайырып шығамын. Енді қыздар 250 грамм кішкене жұмсақ сары майды алып, пергаменттің ортасына салып, қазір шет-шетін барлығын жабамыз да оқтауменен 4 бүріштетіп тегістеп жаямыз. Осылай біздің пластымыз дайын болады. Енді дайын болған пласты мен 15-20 минутқа морозилкаға салып қоямын. Қыздар, мынау біздің жаңа 2 сағат холодильникте тұрып келген қамырымыз. Енді осыны жайып, ортасынан сары майдан жасалған пластымызды қойып, қамырды жаятын боламыз. Қамырды жайып болған соң, пласты алып өлшеп көреміз, тура келе ме, тура келмей ме. Мысалы, біздің қамырымыз әлі кішкентай болып жатыр, екі шеті жабылмай жатыр. Қамырды тағы да жаю қажет. Қыздар, және осы макфа деген ұн круассаны жасаған кезінде немесе басқа да выпечкалар жасаған кезінде өте жақсы екен. Осы макфа ұнын қолдансаңыздар болады. Менің қамырым кішкене жайдым, сонымен енді тура келді. Пластың сыртындағы, яғни сары май ғой бұл енді. Сары майдың сыртындағы пергаменттің барлығын алып тастаймын да қамырдың тура ортасына саламын. Енді сары майды қамырдың ортасына қойып, қамырды екі жерінен жауып, шет-шетін барлығын осылай қолмен жауып шығамыз. Өйткені біз қамырды тура осылай оқтауменен жаюымызға тура келеді. Қыздар, енді ішінде сары май болған соң қамырды жаю кішкене бізге қиын болады. Сол үшін біз қамырды 3 турдан бөліп тұрып жаямыз. Яғни әр турдан кейін біз қамырды тоңазытқышқа салып аламыз. Қазір біздің жасап жатқанымыз бірінші тур. Бірінші турда біз жай ғана осылай оқтауменен үстінен басып, сары маймен қамырды бір-біріне енгізіп шығамыз. Қыздар, осымен біздің қамырдың жаюдың бірінші туры бітті. Осылай бүктеп, біз морозилкаға 15 минутқа жібереміз. 15 минуттан кейін алып, қайтадан жаятын боламыз.
Енді қыздар, біз морозилкадан алып шықтым. Қазір 15 минуттан кейін бізде енді екінші тур. Тура осылай жаңағыдай жаямыз. Және қыздар, бір ескеретін жағдай, ол біздің жұмыс жасап жатқан бөлмеміз өте салқын болу қажет. Өйткені мұнда қазір қамырдың арасындағы сары май, егер де бөлме температурасы ыстық болса, еріп сыртқа шығып кетеді. Сіз бұлай қамырды жая алмай қаласыз. Егер де сары май сыртқа шығып кететін болса, сізде круассандарыңыз дұрыс шықпайды. Осымен бізде екінші тур бітті. Осылай бүктеп, тағы да тоңазытқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін алып, сосын барып жайып, круассанымызды жасай береміз. Қыздар, енді 15 минуттан кейін мен морозилкадан қамырды алып шықтым. Енді осы қамырды соңғы рет жаямыз да үстіне шоколадный қамырды қойып, круассандарды кесіп орайтын боламыз. Қамырдың қалыңдығын шамамен осы видеодағындай етіп тұрып жаясыздар. Қазір осының үстіне енді біздің шоколадный қамырымызды қоятын боламыз. Мынау енді біздегі жаңағы шоколадный қамырымыз. Бұның ортасына ешқандай сары майдың қоюдың қажеті жоқ. Осылай жұқа етіп жаямыз да қазір екінші қамырдың үстіне қоямыз. Қыздар, екі қамырды бір-біріне осылай жабыстырамыз. Жетпей қалған жерлерін осылай қолдың көмегімен тартып жіберіп, оқтаумен үстінен бір-екі рет басып жібереміз. Шетіндегі артық қамырларды осылай түзулеп кесіп тастаймыз. Енді қыздар, біздің бұл қамырымызбен біз даниш жасаймыз және круассаны жасаймыз. Кішкентай бөлшегі даниш болады, үлкен бөлшегі бізде круассаны болады. Круассаныдан қазір біз осы жерден 4 штук шығарамыз. Сіздер бұның барлығында круассан етіп жасап жүрсеңіздер болады, немесе барлығын даниш етіп жасасаңыздар болады. Енді ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Қазір менде круассаныдың жоғары жақтағы жерде ені 8 см болды, ұзындығы шамамен 27-28 см болды ұзындығы. Енді бұл жерде қатып қалған ешқандай қағида жоқ. Енінде ұзындығында қанша қылсаңыз да сіз өзіңіз білесіз. Кішкентай круассан жасасаңыз да, немесе размерін үлкен етіп жасасаңыз да өз қалауыңызда. Енді қыздар, біздің круассандар әдемі оралу үшін біз шоколадный жағын астына жібереміз да, бас жағын осылай пышақпен кішкене кесіп жібереміз. Сонымен сол кесілген жақтан бастап, екі жағын кішкене қайырып, осылай орай береміз. Астыңғы жағын кішкене тартып орасаңыздар, әдемі шығады. Қыздар, круассандардың ең жақсы жері тура осылай орап, сіздер морозилкаға салып қойсаңыздар болады. Олар морозилкада айлап тұра береді. Сосын кез келген уақытта морозилкадан шығарып, оны кішкене ерітіп, кез келген уақытта пісіріп ала берсеңіздер болады. Мысалы, таңертеңге пісіргіңіз келсе, онда сіз кешкісін уже холодильниктен шығарып қойсаңыз, таңертеңге еріп тұрады, таңертең пісіріп алсаңыз болады. Қыздар, енді бұл бізде даниш болады. Бұның да шетіндегі артықтарын осылай кесіп алып тастаймын. Линейканың көмегіменен шеттерін барлығын өлшеп алам. Бұл жерден бізде 4 даниш шығады.
жан жақтарының барлығы 10-10 сантиметрден болады. Даништың да размерін қалай етіп жасаған, ол өз қалауыңызда үлкендеу етіп жасасаңыз да болады, немесе бұған қарағанда әлдеқайда кішірек етіп жасасаңыз да болады. Қыздар, енді осы видеода көрсетілгендей, мына төрт бұрыштың екі шетінен осылай пышақпен кесеміз. Тура осы видеодағындай екі кесілген жақты осылай бір-біріне қарама-қарсы бағытта қайырамыз. Қыздар, егер де сіздер жаңағындай екі түсті, бір жағы шоколадный, бір жағы обычный қамырдан жасалған краусаны жасағыңыз келмесе, онда жай ғана осындай қарапайым қамырды аласыз да, тура мен жаңа көрсеткендегіндей барлығын өлшеп кесіп алып, осылай орап пісіре бересіздер бұны да. Енді қыздар, бұл бізде краусандардың бетіне смазка болады. Бұл жерде 5 грамм сүт, 40 грамм жылток және 1 жұмыртқа. Үшеуін бірге араластырып, қазір даниш пенен краусанның бетіне кисточканың немесе қандай да бір щетканың көмегіменен бетіне жағып шығатын боламыз. Қыздарына даништың ішіне салып жатқаны бұл штрудельден қалған начинка, оны келесі рецептен қарай аласыздар. Қыздар, енді даниш пен краусанды пісіруден бұрын пищевой пленканың астын майлап, бетіне осылай жауып қоямыз. Осылай шамамен 1 сағат тұруы қажет бөлме температурасында. Біздің краусандар мен даништар көтеріледі. Сол кезде 160 градуста қызып тұрған печкаға салып пісіріп аламыз. Қыздарым, менің круассандарым осылай пісіп шықты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Бетіндегі оформлениясын өзіңіздің қалауыңыз бойынша оформлять ете бересіз. Мен қазір даништың бетіне крем-чиз бен сливкімен жасалынған кремді жағып, бетіне миндальный слайсы қойып шықтым. All night long.